Қайырлы күн балалар, 7-ші сыныптың 8-ші бөлімі ас адамның арқауы деген тақырыпты бастаймыз. Бірінші, екінші сабақ. Сонымен 4-ші тапсырма мәтінді оқып негізгі ақпаратты анықта дейді. Мәтінді өздеріңіз оқып шығасыздар балалар. Мәтіндегі негізгі ақпарат қазақ халқының тамақтану дәстүрі мен оның тарихы туралы. Өйткені мәтінде ас туралы, қазақтың қандай тағамдары бар сол туралы айтылған. Көшпенді халық болғандықтан қазақтың тамағында бірінші орында мал еті мен сүті болған, кейін отырықшылыққа өткеннен кейін нан, егін дақылдары мен көкөніс, жемістерді пайдалана бастаған. Бұл жерде енді қазақ халқы бұрында қалай тамақтанған деген сұраққа жауап береміз. 5-ші тапсырма мәтін бойынша қос жазба күнделігін толтыр дейді. Түсіндір. Сонымен үзінді келтіруіміз керек мәтіннен. Мысалы, қазақ үшін дәмнен, дастарханнан үлкен нәрсе жоқ деген үзіндіні келтірдік. Сөйлемді, соның түсініктемесін мына жерде кестенің екінші шартында жазамыз. Қазақтың дастарханы киелі нәрсе деп жалғастырып, жаңа осы сөйлемдерді оқысаңыздар болады. Енді түсіндіріп мен жаздым. Келесі ағы бардың бағы бар деген үзіндіні қалай түсініктемесін жазуға болады, қалай түсіндіруге болады. Енді түсініктемесін оқып берейін сіздерге. Көшпенді тұрмыс кешкен қазақ халқы үшін ақ, яғни сүт, айран, қаймақ, май, мұның барлығы күнделікті ас, тамақ болды. Онсыз өмір сүру мүмкін еместі. Сол үшін кімнің малы болса, соның сауын, сиыры, қойы, ешкісі болса, ол үй ауқатты, бай, берекелі, бастарында бағы бар деп есептелген. Яғни ақ дегеніміз молшылық пен бақтың, дәулеттің символы. Жалпы ақ деп барлық ет, сүт, айран, қымыз, ірімшік, бұның барлығына халық ақ деп ат қойған. Өйткені түстері ақ болғандықтан, ақ сүттен жасалғандықтан халық жаңағы, яғни сүті бардың, ірімшігі, майы бардың, қаймағы бардың, басында бағы бар, дәулеті бар, жейтін тағамы бар, тамағы бар, дастарханы лық толы деп солай бұндай адамдарды байлардың, жаңағы несібелі адамдардың қатарына қосқан екен. Жалғастырамыз. 6-ші тапсырма төменде берілген одағайларды қатыстырып сөйлемдер құра дейді. Мінекей бірінші одағай пай-пай деген сөз. Пай-пай қазақтың шетсіз шексіз дархан даласы қандай әдемі деген сөйлемді құраусақ болады. Мына ит ұлуын қоймай қойды ғой, тәйірі жамандықты шақырып. Тәйірі деп жекіп айтып тұр, жаңағы иттің ұлып жатқанын қоймағандығына байланысты. Қап әмиянымды үйге ұмытып кеткенім, әйтпесе мына тәттілердің бірнешеуін алар едім. Қап деген бұл жерде өкініш мағынасын білдіріп тұр. Алақай, бүгін көктемнің алғашқы күні. Мына жерде алақай дегенде қызылмен жазылу керек, балалар, бұл да одағай. Қуаныш мағынасын білдіріп тұр, алақай деген. Сонымен тух, мына уақыттың өтпей қойғанын ай. Және соңғы сөйлем, абайсызда есіктің арасына қолымды қысып алдым. Бұл жерде қызылмен жазылғандардың барлығы, яғни пай-пай, тәйірі, қап, алақай, тух, бұның барлығы одағайлар сіздерге берілген сөздер. Осылармен сөйлем құрау керектігін. Осы сөйлемдерді алсаңыздар болады, осыған ұқсастырып басқа сөйлем құрастырсаңыздар да болады балалар. 7-ші тапсырма мәтіннен есімше тұлғалы сөздерді тауып, оларды қатыстырып мәтін құра дейді. Яғни мына мәтіннен есімше қосымшалы тұрған сөздерді, етістіктерді табу керек. Ол мінекей қызылмен белгілегендердің барлығы есімшесі бар сөздер. Сақталған, дайындалған, пайдаланған, білген, қалыптасқан, әзірлеген, санаған, жасаған. Бұлар есімшелі сөздер. Енді осы есімшелі сөздермен сіздерге қазақтың тағамдары жөнінде мәтін құрадым. Мәтін дәл осы, ойлап оқып көрсеңіздер болады. Сонымен балалар жалғастырамыз. 8-ші тапсырма қазақтың ұлттық сусындары тақырыбы бойынша одағайды қатыстырып шығарма жаз дейді. Шығарма дегенде балалар сіздерге мәтін құрадым, одағайды қатыстыруға тырыстым. Ішінде мінекей қызылмен жазылғандардың барлығы одағай сөздер. Қазақтың ұлттық сусындары дегенде қандай сусындар туралы айта аламыз? Оның әрине барлығы да сүттен жасалады. Біреуі жылқының, биенің сүтінен жасалса, ол қымыз деп аталады. Шұбат, түйенің сүтінен жасалатын, немесе айран, кәдімгі сиырдың сүтінен жасалатын. Осы жөнде осы ақпаратты оқып шықсаңыздар болады, ұқсатып басқа етіп жазсаңыздар да әрине өз еркіңіз. 9-ші тапсырма мәтін мазмұны бойынша сыныптасыңмен ой бөлісіңдер дейді. Сонымен ой бөліскенде мәтін мазмұны қандай еді бізде? Мәтін
қазақтың ұлттық тағамдары жөнінде болатын. Сондықтан ұлттық тағамдар жөнінде қысқаша сіздерге ақпарат жаздым. Осы ақпараттың негізінде сіздер сыныптастарыңызбен ой бөліссеңіздер болады. Яғни ұлттық тағамдар деген не, оған не жатады, ол нені білдіреді, жаңағы ұлттық тағамдар неге байланысты осылай ұлттық ас деп есептелген, қандай түрлері бар, сондай ақпараттың барлығы осы жерде оқып шығыңыздар. Сонымен сыныптасыңызбен ой бөлісе аласыз. 10-шы тапсырма қазақтың ұлттық тағамдары деген тақырыпта фото-коллаж дайында дейді. Оны сыныпта қорғау керек. Енді мен сіздерге балалар осындай фотоларды, суреттерді интернеттен алып салып көрдім. Егер өздеріңіз әрине басқа да суреттерді тауып салсаңыздар болады. Мысалы, біріншісі ол ет, өзіміздің ұлттық тағамымыз, иә. Ортада астауда да бұл да ет тұр. Екіншісі құрт. Содан кейін қымыз, бұның барлығы жаңағы сусындар, ақ тағамдар деп жатамыз, иә, ақ деп атаймыз. Содан кейін бауырсақ, шелпек, жаңағы барлық біздің айранымыз, сүтіміз, бұның барлығы ұлттық тағамдар. Балалар басқа да суреттерді интернеттен көріп, олар туралы жаңағы ақпарат дайындасаңыздар болады. Енді бұның ешқандай қиындығы жоқ. Сол үшін мен сіздерге бауырсақтың, жаңағы айранның не екенін жазып отырғым келмеді. Бұл өздеріңізге байланысты. Қандай суретті ұнасаңыздар, сол суретті алып жаңағы салсаңыздар болады дәптерлеріңізге. Жалғастырамыз. 11-ші тапсырма 5 саусақ тәсілі арқылы сұрақтарға жауап жаз дейді. Сонымен сіздерге осындай жауаптарды ұсынамын. Бүгінгі сабақта ең құнды нәрсе қазақтың ұлттық тағамы туралы білім алдым. Және екінші сыныптасыма, жанымда отырған досыма, көршіме көмек бердім деп жазсаңыздар болады. Немесе бұны өзгертіп бір белгілі бір досыңыздың атын жазсаңыздар болады. Мысалы, Әрсенге көмек бердім. Мен ұлттық тағамдарымыздың түрлері мен сусындарымыз туралы білім алдым. Сабақ маған өте ұнады, өйткені ұлттық дәстүріміз бен болмысымыз, тарихымыз туралы білу өте маңызды мен үшін, мысалы. Және соңғы сұрақ, мен сабақта өзімді жақсы, еркін әрі өзіме сенімді сезіндім деп жалғастырсаңыздар болады, балалар. Балалар, сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырамыз міндетті түрде. Мен сіздерге жауап беруге тырысамын. Енді келесі сабақта кездескенше.